қыз жігіт болып жүргеннің өзінде давай әдем болып жүр, давай өйстіп жүр деп айтатын жігіттермен бірге болыңыздар. Нежели мысалы не киіп алғансың, мынау қысқа, мынау бір нәрсе, мынау андай, мынау тылтиған деп сенікін постоянно не деп айтады, саған мін тағатын емес, сені әдемі қыл, күшті, көзің әдем болып кетті, фигураң әдем болып кетті, мына көйлек саған құйып қойғандай деп айта алатын өзіне сенімді. Өйткені сенімді жігіттер өзінің жанында әдемі, құлпырып, сондай болып жүрген қыздарды қалайды. Сенімсіз жігіттер ғана, қазір мен сказка айтып жатқан сияқты көрінуі мүмкін да, мысалы жас кезімде өзім қандай едім деп ойлап отырмын да, осындай әңгімелерді қалай қабылдаушы едім деп. Бірақ поверьте мне, мен мына жағында да болған адам, мен түсініп тұрмын не айтып тұрғанда. Мен өте көп әйелдермен жұмыс істеймін, мен қаншама әйелдерге іштей деп қалатын кездерім болады. Неге олай болды деген сияқты. Оның барлығы сол тұрмысқа шықпастан бұрын сөйлесілмеген белгілі бір мәселелерден келген нәрсе да, түсініңіз ғой.